Кеш жарық, құрметті ата-аналар, бүлдіршіндер, бүгінгі күні мен сіздерге тағы бір жақсы ертегі дайындадым. Сіздерге ұнайды ғой деп ойлаймын. Қарт пен тапқыр жігіт. Бір қарт адам болып, өз ғалым болыпты. Бір күні шаһарға барып, үйіне қайтып келе жатса, оны бір жас жігіт қуып жетеді. Ол келе жатып жөн сұрасады. Барар жол болғаннан кейін, ата, жолды қысқартайық дейді. Қарт, қалай жол қысқарады дейді жігіт. Жолдың қысқаруы оңай, екеуміз бір-бірімізді кезек-кезек арқаласақ болған дейді шал ішінен. Япырмай, мынау бір кесапатты адам болса егеді. Сөзінің түрі жаман екен. Ат-матымен мені бұл қалай арқалайды, мен қалай арқаламақшымын деп ойлап, жауап қайырмай бетін ажырайып қарап қояды. Мұнан кейін жігіт үндемей келе жатады да, орылмаған бірақ пісіп тұрған егінді көріп, ата, мына егін сіздің елдік ме дейді. Қарт, иә, біздің елдікі дейді жігіт. Есін білесіз бе дейді қарт. Білемін дейді. Олай болғанда бұл өзі желініп қойған егін бе әлде желінбеген бе егін бе деп сұрайды. Қарт тағы да бетін ажырайып қарап қояды да, япырмай, мынаның бір сөзінен бір сөз сорақы болды ау, орылмай тұрған егінді көре тұра, бұл не айтқан деп ойлады. Онан өтіп жолшыбай бір елге кездеседі. Бұл елдің адамдары бір өлген кісіні көтеріп қабірге қойғалы апара жатыр екен. Жігіт, ата, мына кісіні білесіз бе деп сұрайды. Қарт, білемін дейді. Жігіт, ата, мына кісі өлген адам ба әлде өлмеген адам ба деп сұрайды. Қарт шыдай алмай, өлмесе жерлеуге апармайды ғой деп жігіттің бетін қайтарып тастайды. Жігіт үндемейді. Көтеріп келе жатқан өліктің қабірі жолда екен. Бұлар қабіршілерге келеді, солармен бірге өлікті қойысады. Былай шыққаннан кейін, ата, әлгі кісі өлмеген екен дейді. Иә, Құдай, мынаның кесапатынан құтқара көр, көрге көміп тастаған адам өлмей ме екен? Бұл не деген ақымақ деп, қарт ішінен күн кеш болады. Екеу қарттың үйіне келеді. Қарт оны ұнатпаса да күні бойы жолдас болып бірге келген соң қондырмасқа болмайды. Қонағын үйіне кіргізеді. Бойжеткен жалғыз қызы бар екен. Соны оңаша шақырып алып, шырағым, менімен бірге үйге бір жігіт келді, мейман еді. Бірақ сүйкімсіз мінезі бар, сөзінде кесапаты зор адам дейді. Қыз тамақ әкеліп беріп, қонақпен сөйлесіп көрсе, сөзі мағыналы, кескінді ажарлы екен. Қыз, япырмау, әкемнің айтқан осы кісі ме, әлде басқа жігіт пе деген оймен әкесіне келеді. Әке, сізбен еріп келген жолдасыңыз екі кісі ме, әлде бір кісі ме дейді. Әкесі, жалғыз кісі, үйде отырған қонақ сол ма деп сұрайды қыз. Әкесі айтады, иә, сол дейді. Қыз, сөзінде кесапаты зор деген адамыңыз осы болса, мұнан қандай кесапат көрдіңіз дейді. Қарт, ойбай, шырағым, күні бойы сөйлеген сөзінде кесапатсыз бір сөз жоқ. Әуелі ол қыз жол қысқартайық деді. Мен айттым, жол қалай қысқарады деп едім. Ол бір-бірімізді кезек арқалап отырайық деді. Ол мен оны қалай арқалаймыз деп ойладым. Мұнысы былай тұрсын, онан өтіп пісіп тұрған егінге кез келіп едік. Ата, мына егін желініп қойған ба әлде желінбеген бе деп сұрады. Орылмай тұрған егінді кім жек қояды дедім мен. Бұл мұнымен тұрсын. Бір кісі өліп, оны табытқа салып қойғалап бара жатыр екен, оны көре салы. Ата, мына кісі өлген адам ба әлде өлмеген адам ба деп деді. Онан шығып келе жатыр. Ата, жаңағы адам өлмеген екен деді. Міне, мен оны осындай 4 кесапатты сөзін естідім дейді. Сонда қыз тұрып, әке, бұл сөздер кесапатты сөздер емес, зор мағыналы сөздер. Сіз оның айтқан сөзіне түсінбеген екенсіз. Оның біріншісі кезек арқалап отыралық дегені, кезек пе кезек әңгіме айтып отырайық, жол қысқарсын дегені. Екінші, мына егін желінген бе әлде желінбеген бе дегені. Мына егін желінген бе, желінбеген бе дегені, байдікі ме әлде кедейдікі ме деген екен. Байдікі болса өз көлігімен кісі жалдап жыртып, өз тұқымын себеді, оны өнімін ертең өз алады. Ал бұл желінбеген болып саналады. Кедейдікі болса,
Ол сорлы тұқымды несиеге сатып алады, жерді көлік жалдап жыртады да түскен өнімін бұрыштан аспайды. Сондықтан ол шикідей жеп қойғанмен бір есеп болады. Үшінші, өлген адам ба, өлмеген адам ба деп сұрағым, баласы бар ма дегені. Ол өлмеген адамды қабірге салғанда, оның балалары қабірдің басында барлығы бүлініп жылап тұрған шығар. Оны өлмеген адам екен дегені сол болу керек. Артында қалған баласы бар адамның аты жойылмайды, сондықтан ол өлмейді деген сөзі екен. Сіз ол жұмбағын, оның жұмбақтарын шеше алмаған екенсіз, әке дейді. Содан соң қарт өзінің қате ойлағанын сезетті, жігіттің қолын алып, мен сенің айтқан сөздеріңді түсіне алмай ішімнен саған қатты ренжіп едім. Олай емес, ақылды жігіт екенсің. Мына менің қызым мен екеуің ақылың тең екен, екеуің бірге өмір сүріңдер деп қызын соған беріпті. Ал құрметті тыңдармандар, менің ертегім сіздерге ұнайды ғой деп ойлаймын. Қандай ғажап, қандай ғаламат. Лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер. Жақсылықпен кездесейік, сау болыңыздар.